Ертеде бір отбасы болған екен. Сол отбасы заманауи қаланың шетінде шағын үйде өмір сүріпті. Бұл үйде Ақбөпе әже тұратын. Ол әр жексенбі сайын сүйікті немерелеріне арнап бауырсақ пісіретін. Әженің үйі сол күні ерекше көңілді болатын. Барлығы жиналып, дәмді бауырсақтан ауыз тиетін. Бір күні әжеміз бауырсақ пісіріп жатқанда, бір бауырсағы әдеттегіден өте үлкен, алтын түстес жарқырап шықты. Ақбөпе әже: "Ойбай, бұл бауырсақ ерекше болды ғой. Осындай әдемі бауырсақты ешкім жеп қоймасын." Әже бауырсақты терезенің алдына қойды. Бірақ бауырсақ бұған разы болмады. "Бауырсақ, мен осында отырып шіріп қалмаймын. Өмірдің не екенін өз көзіммен көремін." Солай деп бауырсақ домалап кете барды. Жолда келе жатып, бауырсақ ұзын құлақ қоянға тап болды. Қоян: "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін." Бауырсақ: "Жей көрме мені, қояным. Саған ән айтып берейін, тыңдашы." Қоян: "Жарайды, айта ғой." Бауырсақ: "Менің атым Бауырсақ, қызарып пістім, көңілім шат. Атайдан да құтылдым, әжеден де сытылдым. Қоян, сенен құтылу қиын емес бұл маған." Сөйтіп бауырсақ домалап кетті. Ал қоян аң-таң болып қала берді. Бауырсақ домалап келе жатса, алдынан сұры қасқыр шықты. Қасқыр: "Бауырсақ, мен сені жеймін." Бауырсақ: "Жемеші қасқыр, саған ән салып берейін." Бауырсақ: "Менің атым Бауырсақ, елеуішпен елеген, қаймақпен емелеген. Қояннан да құтылдым, қасқыр сенен сытылу қиын емес бұл маған." Қасқыр аңырып қалды. Ал бауырсақ әрі қарай домалады. Домалап келе жатып, бауырсақтың алдынан аю шықты. Аю: "Бауырсақ, сені жеймін." Бауырсақ: "Аю атай, тыңдашы мені." Бауырсақ: "Менің атым Бауырсақ, күйдірмей майға пісірген. Қасқырдан да құтылдым, аю сенен сытылу қиын емес бұл маған." Аю маймақ болып тұрып қалды. Бауырсақ домалап келе жатты. Осылай талай белден асты. Кенет алдынан қу түлкі шықты. Түлкі: "Бауырсақ, домалап қайда барасың?" Бауырсақ: "Жол жүріп кетіп барамын." Түлкі: "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеп қоям." Бауырсақ: "Жемеші түлкі, саған ән салып берем." Бауырсақ: "Менің атым Бауырсақ, қызарып пістім, көңілім шат. Қамбаның түбін қырнаған, елеуішпен елеген, қаймақпен емелеген, күйдірмей майға пісірген. Атайдан да құтылдым, әжеден де сытылдым. Қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым. Аюдан да сытылдым, түлкі сенен құтылу қиын емес бұл маған." Түлкі: "Әнің қандай тамаша, құлағым нашар естиді. Жақынырақ келіп, дауыстап айтып берші." Бауырсақ мақтанды, түлкінің тұмсығына секірді. Түлкі: "Ап!" Сол сәтте бауырсақ түлкінің аузында қалды. Балалар, мақтаншақтық жақсы қасиет емес. Ертегі осымен аяқталды.